реакторды өшірдік. Бірақ бұл құрылғы автономды. Оны өшіріңіз, доктор Селвик. Там кеш. Ол тоқтамайды. Оның бізге бірдеңе көрсеткісі келеді. Жаңа ғаламды. Жақсы. Таза энергиялық кедергі. Оны құрта алмайсыз. Иә, түсіндім, Жарвис. План Б. Сэр, Марк 7 моделі әлі дайын емес. Дискілерді ұмыт, бізде уақыт жоқ. Қане айтшы, менің адамдығыма жүгіндің ғой. Негізі қорқытайын дегем. Олай болса костюмді шешпес едің. Иә, ол аздап көңілімді қалдырды. Ал сенің мына асат аяғың жарқырап тұр. Бірдеңе ішесің бе? Мейірімділігің ештеңе өзгертпейді. Жоқ, жай әшейін. Қаламайсың ба? Біреуі болады. Читаурилер келе жатыр. Сенің мұныңнан түк шықпайды. Сонда неден қорқуым керек? Кек алушылардан. Өзімізді солай атадық, біз бір командамыз. Жердің құдіретті қаһармандар сияқты нәрсе. Иә, білемін. Иә, сенікі дұрыс, біз басында біраз қиналдық. Бірақ, былай алып қарасақ, сенің бауырың, ол құдіретті. Супер сарбаз және осы атаққа лайықты тірі аңыз. Сонымен қатар өзінің ашуымен біраз мәселелерді тудыратын жауынгер. Ал сен, достым, бәрімізді дауластыра алдың. Жоспарың қандай? Жақсы емес жоспар. Олар келе жатыр. Және жеткенде біз сені жеңеміз. Менде әскер бар. Ал бізде халық. Мен ол хайуаныңды қашып кетті ма десем? Сен бәрібір түсінбейсің, тақ болмайды. Ал сенің жеңіске жетуге деген мүмкіндігің мүлдем жоқ. Мүмкін әскерің келер, және ол бізден күшті шығар, бірақ соңында кінәлі сен боласың. Егер жерді қорғай алмасақ, бәрібір соңында кегін аламыз. Достарың менімен шайқаса алмайды ау. Өйткені олар алдымен сенімен шайқасады. Әдетте жұмыс істейтін. Иә, мен де көрдім. Істемей тұрған сияқты, ондай болып тұрады. Жарвис, қазір керек. Бәрің менің алдымда тізерлейсіңдер. Іске қос! Іске қос! Сен тағы біреуді ашуландырған сияқтысың. Оның есімі Фил.